бір ай бұрын келген еді, халыққа жине алмай жатыр. Сол Алтай полиметалл жақтағы основной кісілер, ауылдың кісілер болу керек деді. Но енді жоба тыңдаулық қой, қоғамдық тыңдау. Бұның ішінде қазір регламенттер бар, өзі бөлінетін. Сонда қоғамдық тыңдау қатысушылардың тіркелуі, жергілікті атқарушы орган өкілінің сөзі, қоғамдық тыңдау қатысушы сайлау, баяндамашыны тыңдау, сұрақтар мен жауаптар пікір алмасу, қоғамдық тыңдау хаттамасы қабылдау. Бұл енді жылда болып жүрген зат, былтырда да, алдыңғы жылдары да болды. Алдыңғы жылдары да болған. Енді осындай жұмыстар туралы ғой енді, осы иә, бәрін ары қарай түсінбеген нелердің бәрін сіздер өздеріңіз тексересіз ғой, иә? Хатта қоғамдық тыңдау председатель дейді, соны сайлауға кімді ұсынамын? Сондай бекет заданның ішінде ешкім қарсылығы жоқ шығар, бәрі қарсы емес. Хатшы ретінде, яғни хаттаманы жүргізуге баяндама оқуға хатшы ретінде өзім ұсынамын, қарсы емес болсаңыздар. Слайд презентация түсінде жасадық. Алтай полиметаллы көктасшылық кен орнындағы рұқсат етілген шығарындылар, халықты басқару бағдарламасы өндірістік экологиялық бағалау және табиғат қорғау іс-шаралар жоспары бойынша өткізілетін қоғамдық тыңдау. Міне картада схемасы орналасу көктасшылық кен орны карта схемасы бойынша. Негізі компания бәріміз Алтай полиметалл Қарағанды облысында Қарқаралы ауданы Теректі ауылында ең жақын ауыл екен. Бұл бөлім келесі жобаларға жаңа айтқандай қоршаған ортаны қорғау, шекті рұқсат етілген шығарындылар жобасы, халықтарды басқару программасы, өндірістік экологиялық бақылау программасы және табиғатты қорғау іс-шаралар жоспары болып табылады. Келесі атмосфералық ауаға келетін болсақ, бұл жоба 8 жылға есептелген, 2025 және 2032 жылдар аралығында. 2025 жылы 2930, 2023 жыл аралығында 2930 тонна ластауыш заттар ауаға шығарылады. 28 және 29 жылдар 2931, 2030 жылы 2920 тонна, аяқталуына қарай ластауыш заттар көзі төмендейді шығарылатын. 31 жылы 2277 тонна, 2032 жылы 2046 тонна. Енді халықтарға келетін болсақ, өндірістік кезінде сөйлетін қалдықтар майланған шүберектер, яғни промасленный ветошь дейді ғой. Сосын сол пайдаланылған майлар, отработанный маслар, аккумуляторлар, машиналардың түсетін қалдықтар, ртутные лампы, ол жаңа нелерде офисалардағы май фильтрлері, әртүрлі жандар май фильтрлері, сосын посуда от ГСМ дейді, ГСМ жаңа горючий материалдардан қалған, сосын адамның өмір тіршілік еткесін қатты тұрмыстық қалдықтар, шыны қалдықтары, пластикалық қалдықтар, макулатура, сосын сварка жұмыстары, дәнекерлеу жұмыстары болғасын, электродтардың қалдықтары, сосын ауыр техника қолданылатын болғасын, қара металдар, сынықтары металл өндіретін. Сосын машина, солардың шиналарына түзілетін резинке бұйымдар қалдықтары, сосын құрылыс жұмыстары жүрген жағдайда құрылыс қалдықтары қарастырылған және одан да басқа СИЗ дейді, средства индивидуальной защиты, арнайы қорғаныс құралдарының қалдықтары, маскалар, респираторлар, пайдаланылған киімдер, спецодежданың қалдықтары және сосын вахталық қалашықтан шығатын тамақ қалдықтары және жарылғыш заттар, взрывные работы болады ғой, сол кезде болатын нелердің қалдықтардың соның қалдықтары болып табылады. Өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы, ол жалпы осы 8 жыл аралығында Алтай полиметалл компаниясында есептеу арқылы 34 ұйымдастырылмаған атмосфераны ластаушы көзі анықталған. Ол
атмосфералық ауаны әсер ету мониторинг бойынша жұмыс өткізу аумағында, яғни территория проведения работ қадағаланатын зат ол шаң. Ол 90-нан бірлік, ежеквартально қадағаланып тұрады. Сосын келесі санитарлық қорғау аймағында 2 нүктеде қадағаланатын зиян зат, ол тоже шаң. Ол 2 нүкте, ол подветренная, наветренная сторона. Жел беті және сосын су объектілерінде бақылау 90-на бірлеп қарастырылады. Ол фоновая скважина, фондық ұңғыма және бақылау скважиналары. Бұл жерде қадағаланатын заттар азот тобы, яғни азот аммоний, нитриттер, нитраттар, сосын аниондар, сульфат, хлорид, гидрокарбонат. Ал катиондарға келетін болса, яғни металдары натрий, магний, кальций, кадмий және темір, мырыш, бор сияқты металдар, мыс қадағаланады. Келесі қалдықтарды басқару программасының мақсаттары негізгі неғұрлым тиімді және экономикалық негізделген әрекеттермен алға мақсатқа жету, яғни қалдықтарды транспортировка, хранение, сортировка дейді ғой орысша, тасымалдау, сақтау және сұрыптау, қалдықтарды бір-бірінен бірге смешивание, араластыруды болдырмау болып табылады. Сосын келесі жоба табиғатты қорғау іс-шаралары болып табылады. Табиғатты қорғау іс-шаралары негізінде ол жүргізілетін жұмыстар шаңды басқару, пылеподавление, ол пылеподавление орошение, поливный солмен сол арқылы жүреді. Сосын жер асты суларын ластанбауын, ол жаңағы экологиялық өндірістік бақылауда көрсетілгендей скважиналар арқылы, ұңғымалар 3 скважина болады, бір фоновый и 2 наблюдательный, 2 бақылау скважинасы. Сосын кен орны аумағын, санитарлық қорғау аймағын көгалдандыру болып табылады. Сосын жаңағы үстіңгі жыныстарды, скрышная аппаратын пайдалану, вторичный, екіншілік қолдану. Яғни ол жаңағы үстіңгі жыныстарды жол төсеуге пайдалану болып табылады. Сосын қоршаған ортаның жай-күйін анықтау үшін экологиялық іздестіру жұмыстары, өндірістік экологиялық бақылау жұмыстары жүргізіліп тұрады. Болды. Назарларыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса. Бізде былтыр осы туралы шыққан кезде неге фабрикаға сен мынандай ұсыныс тастады ғой халыққа. Бұл карьер Мынау ауаны қаншама зиян ауалар шығып жатыр ғой. Фабрика бізге мына көшелердің бәріне ағаш отырғызып тұрады. Олар басында келіскен сол қалды дейді. Енді бұндара айтылады ғой. Атмосфераның бәрін тазалап отыру үшін ағаш бәрін көгалдандыру жұмыс жүргізілді. Олар өздерінде фабрика АБК жағында ғана жүргізілгенде бұл жерде солай қарап. Былтыр да сөйткен, бірақ жарайды біз келісеміз, өздеріңіздің айтқан жерлерімізбен егеміз деген тағы қалды. Былтыр. Енді ол может хаттамаға кіргізу керек шығар осылар. Ма деп ойлаймын. Біз енді қазір былтырғы жылы, былтыр енді басқа нелер болды ғой өзі. Басқа адамдар болды. Енді сіздер ауысып жатыр ғой өзі. Сол кезде сондай айтып отыр ғой жоба. Қарастырылған бір жылдың ішінде, мысалы 100 ағаш па, соны біз биылғы жылға салдық. Заявка дейді ғой, заявкасын техзаданиесін бәрін бердік, бюджеттен өтті 2020. Енді мен сіздермен шектесіп отырмын. Егер ол жаңағы бізге заявканы одобрять етсе, енді қаласаңыздар осы жерге отырғызуға болады. 100 ағаш мысалы, саженцы дейді ғой, 100 өзім мен лично өзім жазған, заявкасын сізге көрсетейін. Онда бізге жақсы болар еді. Мысалы, ана екі көше қосылып тұр ғой бәріне арасы. Тағы айтып алайыншы. Соған қойып отырса. Бізге негізі ол саженцы вообще былтырғы жылы жобада болған, план мероприятие болған. Бірақ та артығымен егіліп тастаған негізі. Әлі өзі біледі мына кісілер. Анау АБК-ның жанында көп ағаш. Ол ана план мероприятие кіргізілген, бірақ ағаш ол жерге қазір керек емес.
Жана сиз айтып аткандай Иә, жаңағы жерге. ауылдың ішіне қарай кіргізсе. Иә. Жок, біз заказ бергенде нетсеңіздер, біз отырғызып берейік сол жерге. Иә. Генеральный директор айтты. Он заказ бердік біз. Ұсыныс қабыл. Аха. Қазір ол снабженияда 2020-ге бюджетке кірісіп боламыз. Я мысалы бізде Әлияда да қазір уже ағаш бізде мысалы оның ішіне де кіргізе берсе деген ғой, жан-жақтан ағаштың бәрін әр жерден. Жоқ, ол дұрыс. Былтыр енді олар сіздер енді болған жоқтар басқанда. Былтыр обещание берді, жоқ, иә, егеміз, береміз. Деп алып алды. Былтыр ғана біз бақыладық қой, онда жоған заявкада берілмеген ғой. Ана план мероприятий советі айтып бүйтіп шығып кетті. Енді тазалық бұл кісілердің бәрін, мусордың бәрін енді өздері қойып, тазалап отыр ғой, ол жағында енді гәп жоқ деп айта аламыз. Ал енді басқа бірдеңелеріңіз сіздерде қоятын сұрақтарыңыз жоқ па? Ластану жөнінде тағы ар жақтың көріп жатқан өздеріңіздің былай ластап жатыр деген, бүйтіп жатыр деген. Иә, айтылып кеткен жобалары бойынша сұрақтар. Ол чисто карьер бойынша ғой? Иә, карьер бойынша былтыр енді анау нені айтты, септикті оған ауыстырды ғой деймін бәрін. Енді қазір сонда да сол жөндеп жұмыс істейтін шығар. Оған уже шаршады ғой деймін бәрі. 5 жыл, 9 жыл алыс келе жатыр ма? Сол септикпен. Бұл кісі неге дайындалып келген шығар, мына сұрағы келген шығар. Экология жөнінде осы қоғам карьердің сондай мен дайындалып келген жоқсыздар дегенім ғой. Айдырын дайындық қой. Бұл жиналысты бітіріп тастайық деп жатырсақ ендеше біз. Жаңа бастап жатыр ма? Бітті ма? Бұл енді жаңа Баяндама оқылып, сұрақтар қойылды. Егер сұраған іштен болды. Компания өкілі жауап берді. Көгалдандыру жайлары. Ағаш өсіру. Ауылды ма или ана? жоқ ауылдың ішіне. Енді ауылдың ішіне отырғызайық, бұл кісілер алып берсін, жүзіп біз Ильяға көшенің, екі көшенің бір ортасы ашып жатыр ғой, мысқал. Сөйлей тұсқа қатарынан ақын еге берсек, енді біз ауыл ішінде де жақсы, бұл кісілер ішінде де жақсы. Қоршалмағаннан кетті. Қоршауға жұмыс жасау керек. Қоршау жасау керек қой, сосын барып ағаш. Мен мына жер предлагать етейін анау. Иә. Кіреберіс бар ғой. Мынау. Кіреберісте поворотқа дейінгі. Ол жерде қысты күні көктемде су кіреді. Оны суарып кіреді ғой. Жылына бір жаңбырда бәрінде су жиналады. Қазір тұрған кезде қоршап тастап, ағаш егіп қойса, ол да Сіз есіміңіз қалай? ерке бол. Мен Жандос атын, инженер эколог боламын. Осы 2020 несіне бюджетіне 100 жаңағы ағаш саженцы дейді ғой. Біз негізі оны өзіміздің мекемеге заказ бергенбіз ғой негізі. Бұл кісі енді осы мекеме сіздердің жерде тұрғаннан кейін бізде ағаш негізі артығымен отырғызған ғой. Бірақ жаңағы план мероприятий бойынша біз орындауымыз керек. Сондықтан енді ол мәселені генеральный директор көтерейін, 100 саженцы хотя бы 50 мың неше штук жаңағы ауылға отырады. Ну қоршау қалай болады? Қоршау жағын енді мен оны айтамын. Қоршау жағын әкіммен оны не бар шығар, меморандум бар шығар? Меморандум бұрын аяқтан тұрған меморандум жоқ қой бұлар. Ол енді қоршауды мен айта алмаймын. Қоршауды біз әкіммен сөйлестіреміз. Қоршау болмаса ол ағаш қандай? Хотя жоқ, мына жақ көшеге кіреберіс қой. кіреберісіне бір 30 егіп жіберіп қалғанын Әлияға қарай лақтырсам, Әлияның ішіне. Келесі жылы тағы заявка беріп. Қоршаусыз болмайды ол. Жоқ, қоршауды әкіммен сөйлесіп. Әкіммен бас директор өзі келісіп. Қандай көшеге тұрғызайық? Өтірік айта алмаймын. Қандай ағаш? Қоршатып береміз деп қазір. Қандай ағаш? Ағаш енді бұл кісілер заявка бергенде. Оны біз просто заявкада саженцы деп қана жазғанбыз ғой.
нақты тек спецификациясы болу керек, оны білесіз неде Қарағай ма, қарағай. сол нацпарктан алу керек. Сіздерге қандай керек? Қарағай. Сіз айтыңыз оны. Қарағай жақсы ғой, қарағайдың еккен. Біздің жерде қарағай өзі негізі осы совхоз құрылғанмен байқайсыңдар ма, теректі деп аталады, терек жоқ қой. Совхоздың кезінде де болды, парктер болды, аллеялар болды, бәріне жылдап отырды да. Ол жылда біз кішкене судың несіне бұл жерде жердің асты тас қой. Ағаштар өспей қалды, көп ағаштар. Сосын оны совхоздың кезінде де күш бар ғой, ол кезде суаратын водовозбен. Оның сосын өспей қалады. Біразы өсті, одан кейін қоршауларын алып кеткеннен кейін ол да кетті мал. Қоршау болмаса тоқтыры болмады. Енді бұл жерде қоршауда тұрған теректер нелер өседі да, бірақ енді бір керемет басқа елді мекендер сияқты биік болып, керемет жақсы терек болып кетпейді. Біраз бар тоқтық. Қарағай бір алып кетсе, оның технологиясымен дұрыс егілсе, анау онда қарағайда тік ар жағы тамыр тік қой. Сол тігімен ана ар жағын кішкене ойып жүріп, сонымен нейтіп күн оңтүстік солтүстік шатыстырмай әкеліп егетін болса, ол жақсы өседі. Ол бір алып кеткеннен кейін қарағай кетеді, өйткені асты бізде асты тас қой. Қарағай тас та жақсы өседі. Тауда тас жерлер. Қарағай болса қарағай заказ берейік. Сағыздарыңыз қабылданды, компания өкілі отыр. Сосын экология, басқа экология жайында құр ағаш отырғызып ғана бітті ма, басқа жоқ па? Жоқ, енді сол бар ма деп сұрап отырмыз, тағы бір сыныс, тағы бірдемеден. Бұл кісілерде только ағаш. Енді тазалықты өздері төгіп жатыр, ар жаққа апарып. Ауыл іші тазалық ше. Ауылдың ішінің тазалығын енді бұл кісілер жылдағыдай көмектесіп еді ғой? Бұрын бізде былай болған. Ауылдың ішінің тазалығын кісілер өздері қаражаттарымен тазалап кетеді. Техниканың бәрін жабатты өздері. Кейіннен былтырдан бастап, алдыңғы жылдан бастап бұл ауыл ете бастады. Халыққа қарай еселе бастады. Өздерінің ақшаларын төлеп, бірақ техниканы көмектесіп қатты сондайлар беріп тұрды. Енді биыл уже көктем бәрі келе жатыр ғой, соның соған қарасты. Былтыр погрузчик қана берді. Погрузчик берді, қалған артып берді. Не машине жүргізді ғой. КамАЗдан берген шығар мүмкін негізінде. Жоқ, меншік КамАЗдар ғана тазалап шықты бұл. Меншік КамАЗдар өздері тасыды. Сіздер үйлердің жанында айтасыз. Малоз анау. Жоқ, анау контейнерлерде тұрғандар. Жоқ, контейнерлерде хронометрі жүргізген. Меморандумда жоқ еді ғой. Оның бәрі бұрын болған ғой кейіннен. Бұлар да уже ауысып жатыр ғой. Ауысқан сайын негізі өзгерту керек, бізде ондай жоқ. Баяғы екінің сегізінші баспанадан ғой енді. Осы әкімдер жеткізсін, сосын генерал Әкімдер тастау керек шығар жиі ауысқан сайын ұсыныс нелерін. Иә, ұсыныс. Негізі солай болу керек. Бастық ауысқан сайын меморандум қосақ жүргізіп отыру керек. Бұлар өйткені мен нақты оны шешемін. Иә. Жоқ, оны түсініп отырмыз. Қосымша жазыңыздар тағы неме керек, бас директор. Сіздер өз жерде мамансыздар ғой, иә? Пулемет алдың, иә? Иә. Мен инженер эколог болмын Эколог болсаң, білетін шығарсыздар осы экологический аймаққа жатамыз ғой біз. Иә. Енді соған трудовой кодекс бар ғой. Мемлекеттік жеке меншік деген болмайды. Трудовой кодекс бойынша әрбір жұмыскерге жарым барысы надбавка болу керек, зарплата қосылу керек. Экология. Полигон, иә? Иә, мынау Семей ядролық полигонның аймағына жататындықтан қазір 5895 теңге ма? Ай сайынға. Одан ешқандай алым-салым ұсталынбайды. Сосын отпускаға шыққан бізде 10 күн. Қарқаралыда 7 күн, бізде 10 күн. Елудағы өңірі 10 күн. Жоқ, оны қосамыз деп отыр. Анау жаңағы паспорт бар ғой, ол специальный өзі анау. Неден алады ғой? Иә, экология. Жұмыспен қамтуға специальный паспорт береді екен. Иә. Соны мынау неге көрсетсе жаңағы біздің отделға. Сол кезде қосып береді деп айтты. Жоқ, осыдан
2 жыл бұрын сондайды көрсетіп төленбеді ғой. Жоқ, ол төленіп емес, отпусканы айтып отыр. Соған қосып береді. жоқ енді ол қосы жаңағы экологический паспортын апарсын экологический аймақта туып өсті осы жерде ол бәрібір ай сайынғы еңбек ақысына 1,5 РП қосылу керек. Сіздерде қосылмайды. Жаңағы отпускасына қосылатын 10 күн ол қосылмайды. Жоқ, 10 күнді қосамыз деп жатыр. Адил кадр. Анау жаңағы бір жағынан бір генеральный директор арқылы жаңағы шықпасаңыздар Ол жерде сосын тағы да мысалы осы мынау хабарлама ілінген кезде бірақ ішінде оқып шыққан кезде кейбір кісілер бізде мына фабрикада жұмыс істейтіндерге вообще карьера бойынша ғана алып жоқ негізі айтқан енді былайша за экология ештеңе төленбейді ғой бұл кісілерге жұмыскерлердің ешқайсысына да төленбейді бұлар мына жақта иә жай былай айтады ал егер ол төленетін болса ол бәрібір зиян шығып жатыр ғой енді ол жерде шығып жатыр иә қаншама зиян келіп жатыр жұмыскерлердің бәріне ал ол төленетін болса мысалы 55 жастан пенсияға шығуы қаншама льгот деген олар айырылып жатыр деп ойлаймын енді соны жұмыскерлер өздері может ұсынып жоғарғы жаққа жазу керек па жұмыскерлердің өздері оны мен айтқанмын бір сіздер басшыларға айтыңыздар өйткені иә мен эколог мен құзырымда жоқ ондай шыны керек жоқ соны түсініп отырмын просто жаңағы жұмыскерлер өздері шығу керек па бізге осындай төленбейді деп за вред ештеңе төленбейді ғой бұларға оны басшыларға өздері жазу керек шығар солай ойлаймын за вредтар төленсе онда пенсияға да ерте шығып кетеді сосын ағаш отырғызу тағы бір ұсыныс бар мынау қар тоқтату үшін қазды ғой шұңқырлар ше иә соның ішіне жап жақсы болып тұр ғой ол маншық енді соның ішін ше қоршаусыз ағаш отырғызуға пайдалануға болады енді екі шеті былай мал түсіп кететіндей болатын болса онда сол екі шетін ғана жауып қалған жағы жар ғой мал кіре алмайды соның ішіне отырғызса жаңағы қарағайды или басқа ағашты жылдам өсетін бір бар ғой теректерің жылдам өседі терек болса асина болса ақ терек болса асина жоқ өзіңіз қосымша айтыңыз қай жерге отырғызып аха жоқ соның ішін пайдаланса бар ғой келешекте ол анау үйіп қойған топырақ жатып бара жатыр ғой анау шұңқырдың ішінен ағаш өсіп шықса да оған суарып та керек жоқ қысты күні қар жауып тастайды соның үшін көктемнің біраз уақытына дейін су толып тұрады жап жақсы өсіп кетеді деп ойлаймын апрель айында отырғызу керек қой өзі апрельдің аяғы майдың басы солай майдың басы ғой бізде енді қарағай майдың бірінде уже бастары көшектене бастайды ол көшектене бастаған кезде ол отырғызғанда кішкене ауыра кетеді да ала алмайды ауырады анау жаңа ғана басы шығып келе жатқан жасылданып келе жатқан ал біріне дейін отырғызсаң жақсы енді ол қоршаусыз білмеймін қоршаусыз болмайды жоқ қоршау енді сөйлесіп пока бір бұл кісілер енді бәлемай ағаш сразу бекіп тастаймыз демейді ғой аз қоршаудан иә жылына өзі 100 не қарастырған ғой иә саженец 100 иә планировать етсе 100 көрсетілген дөйлер емес шығар литрліктер шығар жоқ ол жағын білмейміз просто ол ары қарай жаңағы техзаданиемен анықталады коммерческий предложениесі ұсынады жаңағы лесхоздан ана жаққа әкеліп отырғызды ғой қарағайларды енді ақшаның күшімен дөй қылып кранмен әкеліп өліп қалды ғой бәрі толқы жоқ одан метражный қарағай болса бітті одан негізі міне осындай болса болды биіктігі ол жылына 15 сантиметр өседі 15 сантиметр үйдің алдын үйімде бар ғой жоқ жаңағыдай міне жылда қазір уже былай 15 сантиметр болса екен енді қоянды ауылында менің үйдің жанында 18 түп тұр менде жылда 2-3-еуден әкеліп отырғызатын қазір енді шатыр үйдің шатырымен бірдей мен 12 жылдан бастап точно 15 сантиметр болса шатырдың конегімен бірдей енді просто сіздер күтіп отырсыздар ғой
күтім керек қой. Отырып келсем. енді Күтім бар жаңағы қоршау болса күтім келген кезде қоршау болатын болса сіздердің ана водовоздарыңыз бәрі су құйып жүр ғой ана сол қоршаудың ішіне ана еврокубтың біреуін қойып жіңішке шлангымен капельный ағашымен бүкіл ағаштың түбінен шлангы тастап соны шегемен тесіп қойса болды ол тамшылайды деп тұрады ол ешқандай біреу барып шелекпен құйып деген бұрынғыдай әңгіме жоқ. Оның бәрін жаңағы генеральный директорға көтеріңіздер деген. Жаңағы суару мәселесі, қоршау мәселесі. соны жаңағы бір шетіне қойды еврокубты водовозбен толтырып кет болды өзі Я мен оларға береді сөйлесем, әкіммен сөйлесем, осылай ұсыныс жасайық деп. Алып келгенде Аха. бірінші мына жерге жолдың сол жағы әдемі болады кіре береді. Жақсы ұсыныстарыңызға рахмет. Осы жобалар бойынша басқа сұрақтарыңыз болмаса, Басқа сұрақ жоқ енді ана. қуантықтаудың өтуіне қарсылықтарыңыз жоқ қой? көшіп отырып қоршау Сонда мен заказ беремін. 25-ке заказ беремін. енді онда біз жиынымызды жабық деп есептейік. Қарсылық жоқ бұл бәрімізге жабық. Енді ал ары қарай әңгімемізді өткізе берейік енді осы жерде ол кісілер бұл кісілер хаттамаларын толтыра берсін. Бұл ағаштарды жаңағы нелерше әкіммен сөйлесіп алу керек. Сосын бізде қаражат бірден болса может ана жақ қоршау